Бүгінгі біздің тақырыбымыз баланың сөйлеу тілін дамыту арқылы ұсақ және жалпы моториканы қолдану маңызы. Василий Александрович Сухомлинский айтқандай, балалардың қабілеттері мен дарындылығы олардың саусақтарының ұшында. Бейнелеп айтқанда, саусақтардан шығармашылық ойдың қайнар көзін сусындататын аса нәзік жылғалар бастау алды. Ұсақ моториканы дамытудың маңыздылығы неде? Адамның бас миында саусақ қимылына және сөйлеуге жауап беретін орталықтар өте жақын орналасқан. Ұсақ моторикаға әсер ете және оны белсендіре отырып, көрші орналасқан сөйлеуге жауап беретін орталықты да дамыта аламыз. Графикалық моториканы дамытудың маңызы трафаретпен сурет салу, түр сызықпен түрлеу, суретті аяқтау, лабиринттер, дидактикалық ойындар және Мария Монтессори әдісі бойынша жұмыстар жүргізу. Кіші заттармен ойнау, пазл, мозаика қолдану, саусақ ойындарының нәтижесінде баланың сөйлеу тілі жетіледі. Қимыл қозғалысы артады, икемділігі артады, логикалық ойлауы дамиды, танымдық деңгейі. Ұсақ моториканы дамыту үшін орындалатын гимнастика түрлері. Қолды тік қою, саусақтарды тығыз бүгу және баяу жұдырыққа тию, кезекпен орындау. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екінші, алақанды төмен қаратып үстелге қою және кезекпен саусақтарды бүгу, оны кезекпен орындау. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Осыны кезекпен орындаймыз. Үшінші, қолды тік қою және бас бармақты кішкентай бөбекке, ортан керекті, балан үйрекке қосу кезекпен орындаймыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Саусақтарды жұдырыққа тию, қолды әр жаққа айналдыру. 1, 2, 3, 4, кезекпен орындау. 1, 2, 3, 4, және саусақтарды бүгіп жазу. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бесінші, саусақтарды бір-бірінен алшақтату және қосу. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Кезекпен орындау және осыны бірге орындау. Алтыншы, қолды алақанмен жоғары қою, саусақтарды кезекпен көтеру. 1, 2, 3, 4, 5. Осы бағытта кер орындаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ұсақ қол моторикасын дамыту және қозғалысын үйлестіру мақсатында түрлі қабылдаулар мен әдіс тәсілдер. Саусақтық ойын тренингісі, қол мойнына массаж, саусақ гимнастикасы, сергіту сәттері, саусақ ойынды тақпақтар мен жаңылғыштар. Саусақтық театр, ермексаз және тұздалған ұннан табиғи материалдардан жапсыру жұмыстарының үстінде. Сызудың дәстүрлі емес техникасы, қылқалам, саусақ, тіс щеткасы және майшам және тағы басқалары. Құрылыс жасау, қағаздан лего конструкторы мен бастырмалардың түрлері. Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. Сухомлинский айтқанда, ұсақ моториканы дамыту жаттығуларын біз күнделікті сабақта практика жүзінде қолданамыз. Соның ішінде пластинография әдісі бар. Пластинография әдісінде біз ермексазды пайдалана отырып, оқушының саусақтарының ұшындағы нүктелерін дамытамыз. Ұсақ қол моторикасын дамытамыз. Ол үшін күнделікті сабақта біз қарақұмық, асқұршақ, өрмекшақ сияқты астық өнімдері мен ойындар жүргіземіз. Ұсақ қол моторикасын дамыту жаттығулары. Соның ішінде біз ұнтақ жармада құмда сурет саламыз. Жалпы резинкелермен ойын жүргіземіз. Ұсақ қол моторикасын дамытамыз. Ол үшін біз ұсақ заттарды сұрыптап салғызамыз балаларға және жіптерге моншақтарды өткізу әдісін қолданамыз. Қорыта келе баланың сөйлеу дағдысын жетілдіруді сәби дүниеге келген сәттен қолға алу қажет.
және осы орайда баланың қозғалыс белсенділігі жоғары болғаны, оның ішінде саусақтардың ұсақ моторикасын дамыту маңыздылығын ерекше ескерген жөн. Мектеп оқушыны жарқын күн өтетін жері. Баланың барлық өмірі мектеппен, оқушылармен, ұстаздармен қызғанамыз. Олай болса,